Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біз өзіміздің кезекті подкасттар сериясын жалғастырудамыз. Біздің подкастымыздың негізгі мақсаты ол Теміртау қаласы тұрғындарының арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру және арттыру болып табылады. Және бүгінгі біздің кезекті қонағымыз ол азаматтық сектордың танымал маманы, эксперті және біраз қоғамдық жобаларды жүзеге асырушы, Жарқын болашақ қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Шаймағанбет Сұлтан Шоқанұлы. Сұлтан мырза, тағы да қайырлы күн. Қайырлы күн. Сонымен, сыбайлас жемқорлық туралы теманы бастамай жатып, қысқадан нұсқа Жарқын болашақ ұйымы туралы ақпарат берсеңіз. Жалпы Жарқын болашақ қоғамдық бірлестігі бұл 2018 жылы құрылған азаматтық секторды дамытуға арналған қоғамдық бірлестік деп тануға болады. Біз өзіміздің тарапымыздан әлеуметтік осал топтарға, экология, мәдениет, спорт саласында тақырыптағы әлеуметтік жобаларды орындаушы ретінде облыста, республикада танымалымыз. Жақсы. Енді жалпы ешқандай цифрды айтпай-ақ, сыбайлас жемқорлық біздің экономикамызға, саясатымызға, қоғамдық өмірімізге үлкен зауал тигізетіні анық. Енді сұрақ, сіз азаматтық сектордың өкілі ретінде қалай ойлайсыз, сыбайлас жемқорлықтың азаматтық секторға деген зауал қаншалықты? Жемқорлық бұл тек қана мемлекеттік аппараттың мәселесі емес, ол азаматтық секторға да, азаматтық қоғамға да өзінің зиянын келтіреді. Ол зияндардың саласынан халықтың үкіметтік емес ұйымдарға сенімі төмендеуі, ал халықтың сенімі біздің жалпы үкіметтік емес сектордың басты ресурсы деп атауға болады. Екіншіден, ақшаның тепе-теңдіксіз бөлінуі, бұл жаңағы берілетін мұқтаж жандарға жетпей қалу қаупі бар бұның саласынан. Және жастардың арасынан сенде таныс болмаса, сенде ештеңе болмайды дегендей ой қалыптасуы да бұл да жастардың бір сенімін жоғалтады деп ойлаймын. Жалпы алғанда жемқорлық бұл тек қана экономикалық мәселе емес, бұл проблема емес, бұл психологиялық проблема. Өйткені жемқорлық халықтың үміті мен сенімін жояды мемлекетке деген. Сондықтан бұл өте біздің секторға да зиян келтіретін мәселе деп ойлаймын өзім. Түсінікті. Жалпы келісетін дүние деп ойлаймын, бұрынғы 10 жылға қарағанда қазіргі таңда бізде сыбайлас жемқорлықпен күрес әлдеқайда эффективті, және сыбайлас жемқорлық әлдеқайда азайған біздің елімізде. Енді сұрақ, қазіргі заманауи тенденцияларды ескере отыра сыбайлас жемқорлықпен күресті қалай арттыруға болады? Жалпы сыбайлас жемқорлықпен күресудің бір тетігі ол технология. Енді өздеріңіз білетіндей, Қазақстан мемлекеттік қызметті цифрландыру бойынша алдағы жетекші мемлекеттердің бірі болып саналады. Сондықтан бұл тараптан мемлекеттік қызметтерді цифрландыру, мемлекеттік сатып алуды жүйелендіру, ашық түрде өткізу сияқты жұмыстар жүргізіліп жатыр. Екінші бағыт бұл қоғамның өзінің қызығушылық көрсетілуі және нөлдік не дейді ғой? Нетерпимость. Төзімсіздігі нөлдік. Бұл қоғамдық кеңістер, үкіметтік емес ұйымдар, блогерлер, медиа саласының және оны қоймай, жай қарапайым халықтың өзінің ойы болу керек, щоб мемлекетте болып жатқан нәрселеріне көңіл бөлу. Егер әрбір Қазақстанның азаматы сондай ойда болса, негізі жаңағыдай тұрмыстық жемқорлық, тұрмыстық коррупция орны азаяды деген ойда едім. Енді сұрақ, әрбір қазақстандықтың сондай ойы болу керек дейсіз. Біз қалай әрбір қазақстандық ойына соны жеткізе аламыз? Мүмкін. Енді Қазақстан ол өте күрделі және жүйелі түрдегі мәселе, және бұған жүйелі түрдегі жұмыс жасалу керек. Енді бұның тағы бір енгізуге бір ұсыныс ретінде бізде мысалға айтсақ, Простат деген прокуратураның несі бар,
интерактивті картасы бар. Құқық бұзушылық картасы деп аталады. Сол жерде қандай құқық бұзушылық орын алды, соны көрсетіледі, картада көруге болады. Сол сияқты адалдық картасы деген сияқты интерактивті карта құрылса, мысалға, оның ішіне әрбір мемлекеттік орган, әрбір квази мемлекеттік органның салынады, интерактив карта болады, және оған халыққа, қарапайым халыққа анонимді ұсыныс емес, анонимді хабарлама беруге мүмкіндік беру. Ол мысалға қай жерде пара сұрау, пара беру фактілері көп болса, сол жерде белгілеп отырса анонимді түрде. Кейін оны қай жерде жүйелі түрде проблема бар екенін талдауға болады. Сондықтан сол жерде сол ақпаратпен артынан осынша бізге жастарға, қазіргі жастардың тарапынан олар көбінесе жемқорлыққа төзімсіз болып келеді. Өйткені олар жаңа буынның адамдары, жаңалай ойлағылар келеді. Сондықтан әрбір жобалар болса, мысалға антикоррупциялық, инновациялық лаборатория деген секілді басқа мемлекеттерде бар, жастарға осы жаңа берілген ақпаратты талдауға, не істеуге болады, қай жерін өзгертуге болады деген сияқты ұсыныстар жасауға беруге болады деп өзім ойлаймын. Және мемлекеттік гранттар, мемлекеттік тендерлар барлығы ашық түрде оны қарапайым тілде халыққа TikTok немесе Instagram арқылы түсіндіру жұмыстары. Мысалы, бір қызмет немесе грантқа ұсынды тақырып, ол не үшін керек, ондан қандай пайда болады, оны халыққа жеткізсе, оны тек қана қатысушылардың арасында ғана емес, халық түсінетін сонда. Ал мынандай тақырып біздің азаматтық секторға жақсы керек нәрсе екен ғой деп түсінеді. Сондан бұл ашық түрде. Осының барлығы адамдардың бойында бір жемқорлыққа қарсы бір мәдениетті сананы туғызады деп ойлаймын. Екі сұрақ сізді тыңдай отыр. Бірінші, интерактив байланысты анонимді өтімдер. Сіз ойламайсыз ба, ол ертең өте көп жала жабу процесін алып келеді деп. Өйткені кезінде сыбайлас жемқорлықпен күресу департамент болған кезде осындай бөлім болатын. Және олар аноним түрде қабылдайтын. Және олардың көбісі неге оны алып тастады кейін? Өйткені олардың көбісі орысша айтқанда неподтвержденный, яғни дәлелденбеген факттар болды, жай ғана жала жабу процестері болды да. Өздеріндегі аппараттық бір-бірімен конфликттер, әртүрлі дүниелер болу нәтижесінде көптеген осындай өтінімдер қабылданбаған болатын, тексеріс процесінде. Дәл осы интерактив болғанда бұл кішкене аппараттық соғыс немесе бір-бірін жақтырмайтын адамдардың соғысының құралына айналып кету мүмкіндігі. Бұл жерде нақты бір адамдарға байланысты емес қой. Бұл жерде мемлекеттік органдарға байланысты. Сол жерде өйткені бір салаларда болуы мүмкін, медицина саласы, оқу, білім беру саласы. Онда мысал ретінде кешірерсіз. Мысалы бір қандай басқарма бар. Оның басшысы былай айтайық, жай ғана утрированный мысал орысша айтқанда. Бірнеше сайт отырған тендер. Бірнеше адам тендерларды ала алмай қалды. Заңдық тұрғыда. Басшының ешқандай оған қатысы болған жоқ. Заңдық тұрғыда ұта алмай қалды. Бірақ та ол оны сол басшыдан көріп отыр. Бізге тендер бермеді деп. Және алады да біраз 50 адамға интерактивті белгілеу жеріндер дейді. Және де ол интерактивті қып-қызыл болып тұрады да. Ашығына келген. Мен логикам бойынша дұрыс қой, осындай дүниелер көбейіп кетпейді деп ойламайсыз ба? Ол туралы ойладым, ол туралы ойладым. Бірақ бұл жерде дегенмен тіркелуге электрондық цифрлық кілт арқылы тіркелуге. Онда ол анонимді емес қой. Бірақ аты ол кім бергені туралы ақпарат болмайды. Бірақ егер ақпарат дәлелсіз болса, оның жауапкершіліктен алу керек. Берер кезде ол түсіндіру керек. Қандай не болды? Біз жаңағыдай тендер туралы айтып отырған жоқпын жалпы. Көбінесе халыққа қызмет көрсететін ұйымдарда, мүмкін медицина, білім беру саласында ақша сұрады ма, пара сұрады ма, немесе жаңағыдай медициналық қызмет алу үшін пара сұрады ма, сондай тұрмыстық бытовой коррупцияны алдын алу үшін енгізілетін нәрсе деп. Бұл ойламаймын, бір білім саласына бір дәрігерге бір неприязнь болып
сол үшін қаншама адамды неге салады деп. Бірақ дегенмен электронды ЭЦП арқылы тіркелу керек деп. Сосын жаңағыдай берерде сондай жауапкершілікке тартыласыз, егер жаңа жалған ақпарат берсеңіз деген бір неге өзі не берсем, рұқсат берілсе. Рұқсат берілсе деген жалпы ол жала жабу деген ол бізде шатаспасам қылмыстық кодексте көрсетілген деген. Сондықтан оны рисковать ете алмайды деп ойлаймын мен олай адам. Мүмкін, жақсы. Енді тендерлерге байланысты. Сізді тыңдай отырып тағы да бір ой келді. Мысалы, Албания мемлекетінде тендерларды ұйымдастыру министрлігі бар да, сол жерде министр жасанды интеллект болып тағайындалды, ресми тұрғыда. Яғни ол анықтап отырады, қай тендерді кім ұту керек деген сияқты процесс бүкіл қадағалап отырады. Қалай ойлайсыз, біздің жақта осы жасанды интеллект осы салаға кіргізсе, жемқорлық азая ма, әлде жақсара ма жалпы ситуация осы жағынан? Енді біздің сатып алу процесі, жалпы алгоритмі негізі ол ашық түрде. Ондай көп жерлерде жоқ деп те ойлаймын. Бізде ондай системаны, жаңа жүйені, ақпараттық жүйені алдап кету процесі ондай жоқ. Ол істей алмайды оны. Өйткені мүмкіндік жоқ. Ал жасанды интеллектті кім ұту керек, олар бір үлкен мемлекеттің тарапына үлкен бір жоба, жалпы ұлттық жобаларды басқа мемлекеттен қатысушылар келген кезде бір анализ жасау үшін қолданбаса, ал біздің ішкі неге сұранысқа біздің өзіміздің бар сервистардың өзі жеткілікті деп ойлаймын. Бірақ ол заманның талабына сай осы Госакуп сервис сайтына да, порталына да жасанды интеллектті енгізуге болады. Бірдемеге анализ жасауға. Енді бізде көбінесе әрбір госорганнан бізде қарым-қатынас бар ғой электронды түрде. Аффилированный лица дейді, салық төлемеген моменттар бар. Тағы да басқа нәрселер бар. Солардың бәрін бұл тендерге жаңағыдай өтінім беру процесінде алгоритмді уже белгілі болады уже. Сондықтан біз оның цифрландыру мәселесі бойынша негізі біз баяғыда алдыға кетіп қалғанбыз негізі. Ал жасанды интеллект ол әрине оны кім үйретеді, ол қалай машина обучение дейді ғой. Ол қалай үйренген, соған байланысты ол мүмкін біреудің тарапының мүддесін қалуы мүмкін. Чат GPT сияқты дейміз. Иә. Яғни бүкіл билікті жасанды интеллектке беруге болмайды, бірақ дегенмен құрал ретінде пайдалану керек деп ойлайсыз. Әрине. Түсіндім. Кезінде халық калькулятордан да шошыған, бірақ қолданады ғой. Сол сияқты оны да құрал ретінде пайдалану керек. Жақсы. Келесі сұрақ. Жалпы Теміртау қаласындағы сыбайлас жемқорлық бойынша, Теміртау қаласы тұрғындарының арасында сыбайлас жемқорлық бойынша мәдениетті қалыптастыру арттыруға келетін болсақ, біз жалпы әртүрлі халық арасында әртүрлі іс-шаралар ұйымдастырдық. Бірінші, ол бүкіл халық арасында интеллектуалды ойындар, адал ойын деп аталады. Әртүрлі заң бойынша неше түрлі сұрақтар қойдық, сауаттылықты көтеруге арналған. Және жастар арасында әлеуметтік бейнероликтер байқауын ұйымдастырдық. Әртүрлі проблемалар көтерсін деген ниетімен. Үшінші, ол балалар арасында сурет байқауы. Яғни балалар және олардың ата-аналарын қатыстыру ниетімен. Бірталай өтінімдер қабылдадық, бірталай жұмыстар атқардық, бірталай кері байланыс алдық. Және де мемлекеттік қызмет және комплайенс офицерлер арасында халықаралық мамандармен бірігіп оқыту курстарын өткіздік, семинар. Заң бойынша ситуативті сұрақтар, яғни біраз сауаттылықты көтеруге арналған шаралар ұйымдастырдық. Енді сіз азаматтық сектордың тәжірибелі маман ретінде қандай іс-шаралар тағы да қосымша енгізуге болады деп ойлайсыз? Жалпы осы өткізіліп жатқан шаралардың өзі неге жеткілікті. Бірақ оны көп әртүрлі конкурстармен, іс-шаралармен оны тағы да адамның басын миын ақпарат көбейтпеу керек. Бір нақты сапалы жобаларды жетілдіру керек, масштабтау керек. Және конкурстардың өзі конкурс үшін конкурс болмау керек деп ойлаймын. Өйткені оның мәні, мақсаты, мәні идеологиясы оның адамдардың санасында, жастардың
сыбайластық жемқорлыққа қарсы ой қалыптастыру ғой. Ал тек жаңағы конкурсқа қатысып ақшалай жүлде алу ғана емес. Сондықтан бірінші соны жеткізу керек. Бұл бірінші ретте мектепте құқықтық сауаттылық және нақты кейстер несі жемқорлықпен айналысқан адамның қандай неге түскені, күйге түскені. Өйткені біздің заңда кәдімгідей келтірілген ғой. Барлық ақшаны қайтарады, конфискация болады, және ешқандай мемлекеттік ұйымдарға жұмысқа тұра алмайды. Атында жемқор деген не болады? Осыған байланысты енді сізді тыңдай отыра қараңыз. Егер де біз осы жемқорларды интерактив емес, басқа да дүниелермен жеткізсек, мысалы, бір қандай әкім, район, қала, облыс маңызды емес, министр болсын, жемқорлықпен ұсталды. Сот процесінде ресми дәлелденді бүкіл фактормен. Ертең түрмеден шықты-шықпасын маңызды емес, оның есімін, суретін бүкіл жерде тираждалса. Кезінде кеңес өкіметі болды, жұмыс істемеген, ішімдікке берілген азаматтарды кәдімгідей доска позора дейді, орысша айтқанда. Сондай тұрғыда әлеуметтік желілер мен баннерларды пайдаланса, сіз оны қолдайсыз? Мен ол кезінде совет одағымен басқа жүйе, бірақ қазір демократиялық мемлекетте өмір сүргеннен кейін бізде түрмеде отырған адамның да құқығы бар. Сондықтан бұл жеке құқық деп ойлаймын, бұл адамның несіне аттап өту. Бізге басқа да методтарды қолдану. Мысалға, егер біз жоғарғы лауазымды адамдарды айтпай қойық, мамандар жай ғана мемлекеттік қызметтегі, оларға егер бір кішігірім сондай парамен ұсталған жағдайда мемлекеттен шығуға, басқа мемлекеттен бизнес ашуға, оқуға, бастысы ем алуға рұқсат етілмесе. Мысалы, өйткені адам деген ойлап қараса, басқа мемлекетке ауырып қалған жағдайда, басқа мемлекетте мүмкіндік болып тұрса, денсаулықпен және кішігірім пара алу, жемқорлықтан салыстырғанда денсаулық маңыздырақ деп ойлаймын. Сондықтан бұл өте ұстап тұратын факторлардың бірі деп ойлаймын. Адамның басқа мемлекетке шығып ем алуына шектеу жасаса, сонда адам кішкене жемқорлықтан ем емес, білім алуды қоса алуға, балалар? Білім жарайды, білім. Ал ем алу денсаулыққа қатты адам маңызды, өмірі, қауіпсіздігі. Білімді біздің Қазақстанда алуға болады, жеткілікті мамандар бар. Бірақ оны қаншалықты қадағалауға болады? Мысалы, бір қандай жергілікті болсын, облыстық дәреже, республикалық дәреже депутат болсын, айтады, мен Грецияға демалуға бара жатырмын деп. Ол ешқандай база жоқ қой, ол поликлиникасында болды деген сияқты. Ол мәселе емделуге емес, ол тіптен жалпы ол комплексына келеді. Жалпы шықпайды. Жалпы шықпайды. Ол өмір бойы шыға алмай, шектеулі адам болғанша ойлайды да, мен таза жұмыс істеймін. Сіз жаңа ғана бұған дейін бір адамның құқығы бар дедіңіз, бірақ түрмеден шыққаннан кейін оның құқығын бұзушылық болып табылмай ма бұл мәселе? Бұл түрмеге енді жалпы шектеледі, әрине. Бірақ біз енді шыққан адамды нақты превенция деген бар ғой. Бұл уже мен жаңа айтқан нәрсе портреттарды іліп тастау, енді ол болған оқиғадан кейін, түрмеден шыққаннан кейін, ол өзінің жазасын өтеп шыққаннан кейін нететсін. Тағы да адамды құқығын бұзып, ол өзінің жазасын өтеп шықты. Бітті. Әрі қарай оған тиісуге болмайды, оны қаралап. Бірақ сіз оны елден шығармау керек деп отырсыз. Ол елге шығармау, ол алдын ала айтылатын нәрсе. Оны алдын ала біледі ғой, істемей тұрып. Мына жерде де алдын ала білетін болады ғой. Бүкіл жерде суреті, аты жөні, бүкіл кейпі тұратыны. Түрмеден шыққан жағдайда, ол өзінің айыбын өтеп шықты. Бітті, одан кейін ешкім оған айтуға болмайды. Одан кейін ешкім жазаланбайды, ол шыққаннан кейін. Ал портрет ілінген, ол басқа нәрсе. Бәрі медиа, яғни жапа шегу мүмкін дейсіз. Онда басқаша сұрақ. Жалпы бізде бір талай халық тұрғындармен ақпараттық кездесулер болып отырды. Сол кезде кездесулерді ұйымдастырған Байбосынов Серікжан мырза, да?
мемлекеттік басқару академиясының басшысы, жетекшісі. Сол кісімен сөйлесіп отыра, белгілі бір тұжырымға келдік сол кісімен сөйлесе отыра. Коррупция туралы неғұрлым көп айта беруге болмайды. Яғни жемқорлық туралы көп айта беруге болмайды, өйткені көп айта берген сайын ол құлаққа сіңісіп кетеді деген бір ойлар. Лекциясын тыңдап отырып, менде сондай бір ой қалыптастырып отыр да. Осыдан менде сұрақ, мүмкін біз қазір бүкіл жерден ана әкім ұсталды, мына министр ұсталды, мына жерден мынандай мемлекеттік шенеунік ұсталды, мына жерден андай маман ұсталды деп өте көп жаңалық бар. Өте көп кинолар болып отыр. Тіпті Рүстем Омардың Сәке туралы үндемей қойын. Онсыз өте көп материалдар бар, медиада. Осыған орай ойламайсыз ба? Біз тым көп ақпарат беріп жатырмыз жемқорлық туралы, және де ол одан сайын жемқорлықтың көбеюіне әсер етіп жатыр-ау деген сияқты. Бірнеше жыл бұрын мемлекеттік қызметші, қазір зейнетте, соның бір интервьюін көрген кезде айтып еді, жалпы мемлекетте коррупция қарсы мекеменің болған өзі, ол дұрыс емес деп ол негізі. Енді қазір біз упразднили, комитеттің құрамына кіргізді, арнайы служба ретінде. Бірақ жаңағы айтып кеткеніңіз, овертон терезесі дейді ғой, неғұрлым бір нәрсе туралы айта берсе, соғұрлым адамдардың ойынша ол нормаға айналады да. Бірінші отрицание, одан кейін принятие, потом уже норма болады. Сондықтан оны айта беруді айту керек, бірақ нақты бір кейстармен айту керек. Оның последствиясы, артынан не болады? Өміріне жапа шегу. Бұл тек қана коррупцияға байланысты емес, жаңағыда лудама не бар, закладчиктер дейді, нашақорлар. Солардың бәріне нақты кейстар көрсету керек. Сен өмірің мынандай, қазір осыны істесең мынандай болады деп. Және енді халықтың әл-ауқатын көтеру, бұл мемлекеттің өзінің парызы. Әл-ауқатын көтеру керек. Мемлекет жаңағыдай сыбайлас жемқорлыққа қызығушылық болмайтындай. Бірақ қатаң жазалау керек деген нәрсе мен оған қарсымын. Мысалға көршілес Қытай елінде де ең қатаң жазалардың бірі өлім жазасы коррупция үшін. Бірақ осы уақытқа дейін әлде біз пара берген, ұсталып жатқан фактілерді көріп жатырмыз. Тіпті миллиардер жылына шамамен шатып болсам 100-ден астам өлім жазасы болып жатыр оларда. Бірақ соны бола тұра, бұл жемқорлық кеткен жоқ. Сондықтан бұл жүйелі түрдегі проблема, жүйелі түрде шешілу керек. Бұл адамдардың, әсіресе жастардың мектеп табалдырығынан жемқорлыққа төзімсіздік, төзімсіздік қабілетін қалыптастыру керек. Содан басқа сол ғана. Жақсы. Енді соңғы сұрақтардың бірі, бірақ ол негізгі алғашқы сұрақ болу керек логика бойынша, бірақ дегенмен қорытынды ретінде келтіргім келіп отыр. Азаматтық секторда Қазақстанда жемқорлық көп пе? Азаматтық секторды қалай трактовать ету, соған байланысты. Азаматтық сектор көбінесе бәрібір, оның ішіне әртүрлі қоғамдық қорлар кіреді, жеке мекемелер келеді, қоғамдық бірлестіктер бар. Сондықтан әр ұйымның өзінің жарғылық мақсаты бар, айналысатын. Енді азаматтық қоғамда жалпы ішінде болу мүмкін емес, априори. Тек қана ол жаңағыдай мемлекеттік органмен қатынас жасаса, және олардың арасында кикілжіңдер, немесе осындай пара ақша сұрау фактілері болса ғана. Немесе қаражатты дұрыс пайдаланбау, ол енді коррупцияға жатпайды, ол мемлекеттік бюджетті тиімсіз қолдану деп соған жатқызуға болады. Ол енді жемқорлық емес. Жалпы көп қоғамдық қорлар туралы сөз болды. Көптеген қорлар халықтың ақша жинайды, ұйымдардан ақша жинайды. Және өзіңіз білесіз, біраз қорлар күмәнді болды, а кейбір қорлар тіпті ол ақшаны алдап жинаған. Бұл дүние жемқорлық па?
жемқорлық емес, бұл уже алаяқтық. Бұл алаяқтық, иә. Бізде қазір 26 жылы жақсы болса, мемлекет үкіметтік емес ұйымдар жайлы жеке заң шығуы мүмкін. Егер шықса, осы мәселелер жік-жікке бөлінеді. Қорлар немен айналысу керек, қоғамдық бірлестіктер немен айналысу керек дегендей, волонтерлік ұйымдар немен айналысу керек деген сияқты жіктеп беру керек осы заң. Өйткені бұған дейін міне қазіргі таңда түсініксіз қор немен айналысады, қор мемлекеттік әлеуметтік тапсырысқа да кіреді, ақша да жинайды, жай ғана ұйым ретінде де шарасына не жазады, соны бүкіл істей береді. Иә. Ол сондықтан жаңағыдай ақша жинау, үкіметтік емес ұйымдарды қатты контрольда ұстау, ол да дұрыс емес деп ойлаймын, өйткені өзінің мәнін жоғалтады онда. Бірақ еркін ұстаса тым өзіңіз айтып отырған алаяқтық, жемқорлық ситуациялар көбейіп кетеді. Сондықтан жоғарыда айтып кеткендей барлығын цифрландыру, электрондық келісім шарттарды енгізу сияқты нәрселер барлығы осыны жүйені, процестерді ашық енгізеді. Жалпы біздің мемлекеттің тарапынан да жаңағы цифрлық теңге деген нәрселер бар ғой, бөлінген ақша қазір пилоттық режимде жол жөндеуге бөлініп жатқан ақшалар қазір цифрлық теңге арқылы жүреді. Ол кеткен жолын, маршрутын көре алады мысалға. Онда ол жерде жемқорлықпен айналысу фактілері азаяды деп ойлаймын. Сол сияқты кейін бұл пилот өзінің жұмысын жақсы көрсетсе, басқа да салаларға, барлық мемлекеттік тапсырыстарға енгізе ма деген ой бар. Жақсы. Онда соңғы сұрақ. Яғни азаматтық секторға барғысы келетін азаматтың жемқорлықтан қорқып керек емес демек. Жоқ, өзіне байланысты ғой адамның. Заңмен қорғалған, егер жаңағыдай мемлекеттік органның немесе олардың бір мамандардың тарапынан ондай фактілер болса, оған да бізде қарастырылған заңмен өзің барып фактіні айтып, құзырлы органдарға жеткізуге болады, олар келесі өзінің шараларын қолданады. Біз ешкім шектеу қоймаған ғой, сен қорғалмағансың деп. Егер ұстарып сондай факттерге тап болсаң, құзырлы органдар барып арызыңды жаз, дәлелде, ол кісіні жұмыстан алып тастайды, және тиісінше жұмыстар атқарылады. Сондықтан одан қорқу, бізде коррупция бар екен деп қорқу деген ондай болмайды. Бізде парасыз өмір сүру, нормаға айналу, кәдімгі нәрсе деген ой қалыптастыру керек қой. Біз қарапайым, біз өйткені ойлаймыз, бізде норма керісінше пара бар деген, жемқорлық бар деген оймен өмір сүретін сияқтымыз. Бізге жоқ деген норма жасау керек адамдардың арасынан. Демек, азамат немесе ұйым өз жұмысын жақсы істесе, құқықтарын білсе, қорқып керек емес ештеңеден. Әрине. Жақсы. Подкасттың соңында Қазақстанды 5-10 жыл шеңберінде қалай көресіз? Сыбайлас жемқорлықпен күресу процесс ситуациясында. Жаңағыда айтқандай, әр мемлекет бізде заман, жалпы қазір геополитика, жаһандық заман, барлығы бір-бірін ақпарат алмасады, ақпарат беріседі, біздің халық басқа мемлекеттерде не болып жатқанын көреді. Сондықтан соның өзінде біз көреміз, жемқорлықты толық жойған мемлекет жоқ. Оған келе жатыр. Біз тек қана санамызды, өзіміздің ұлттық идеологиямызды, мемлекетке деген патриотизм, жанашырлығымызды арттыра отыра, бұл нәрсені жоямыз деген ой бар. Енді ол мен болжай алмаймын. 10 жылда не болатынын, қалай, қандай жүйе келеді, қандай не болады, жұмыс болады, адамдардың ойы қандай болады деген сияқты. Бірақ біз мемлекет сүйгіш халықты тәрбиелеу біздің бәріміздің парызымыз. Біздің азаматтық сектордың өкілі ретінде ол да халыққа жеткізу біздің парызымыз. Сондықтан егер мемлекетті сүймесе, мемлекетке жанашыр болмаса, ол жемқорлықтың жасап жатқан нәрсенің зардабы кімге тиеді, қарапайым халыққа ма, мүгедекке ма, соны біле отырып соны істесе, ол патриот емес. Сондықтан ол патриоттық сезімін
егер мен жаңағыдай пара берсем, коррупциямен айналыссам, арты не болады, кімге зардап шегеді деген ой қалыптасатын жүйеге келу керекпіз деп. Жалпы айтқанда. Тек қана осылай. Жақсы. Сұлтан мырза, сізді түсіндім. Айтылған ақпаратыңыз үшін көп рахмет. Құрметті көрермендер, Сұлтан мырзамен осылай біраз талқылап айтылған факттар, жаңалықтарымыз, ойларымыз сіздерге біраз пайдалы болды деген үміттеміз. Келесі подкасттарымызда жүздескенше аман, сау, саламат болыңыздар.